Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар, сіздермен бірге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Естеріңізге сала кетейік, 2021 жылдан бастап салымшылар мен алушылар тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе емделуге өз жинақтарын жеткіліктілік шегінен асқан жағдайда пайдалана алады. Сондай-ақ бұл ақшаны зейнетақы жүйесінде қалдыруға, яғни инвестициялық стратегиясын таңдап, оны инвестициялық портфельді басқарушыға беруге болады. Бүгін біз зейнетақы жинақтарыңызды заңда көзделген баламалы мақсаттарға қалай алуға болатыны туралы айтып береміз. Ең алдымен сіз өз жинақтарыңызды тексеріп, алуға болатын соманың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке зейнетақы шотыңызда бар екеніне көз жеткізуіңіз керек. Бұл ақпарат npf.kz сайтында жеке кабинетте немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мобильді қосымшасында көрсетілген. Жеке кабинетте зейнетақы калькуляторы көмегімен сіз жинақтардың бір бөлігін пайдаланған жағдайда зейнетақы көлемі қандай болатынын және керісінше ақша шотта қалып, көбейе берген кезде қалай өсетінін көруге болады. Егер зейнетақы жинақтарының сомасын тексергеннен кейін сіз жеткіліктілік шегінен тыс зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үйге немесе емделуге пайдалану туралы шешім қабылдаған болсаңыз, онда сізге уәкілетті операторға жүгіну қажет. Бүгінгі күні зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін пайдалануға өтініштерді қабылдайтын уәкілетті операторлар Отбасы банк акционерлік қоғамы, Қазақстан халық банкі акционерлік қоғамы, Алтын банк акционерлік қоғамы, Банк Центр кредит акционерлік қоғамы және Банк Freedom Finance Қазақстан акционерлік қоғамы болып табылады. Ал емделу үшін пайдалану өтініші бойынша Отбасы банк уәкілетті. Уәкілетті оператордан салымшының өтініші бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына түседі. Егер көрсетілген сома шотта болса, қор оны 5 жұмыс күні ішінде уәкілетті операторда ашылған салымшының арнайы шотына аударады. Бірақ әдетте бұл жұмыс әлдеқайда жылдам жүреді. Бір жолғы зейнетақы төлемі арнайы шотқа түскеннен кейін жинақтардың мақсатта пайдалануын растайтын барлық құжаттар уәкілетті операторға ұсынылады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қосымша өтініш беру талап етілмейді. Егер құжаттар белгіленген мерзімде уәкілетті операторға ұсынылмаса, ақша салымшының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке зейнетақы шотына қайтарылады. Назарыңызға рахмет. Келесі кездескенше біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Пайдалы ақпараттан тыс қалмаңыз.